Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай таңғы асқа өте дәмді американдық панкейктер дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұн, жылы сүт, сұйық май, қант, жұмыртқа. Менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң тұзымызды, жылы сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қоса отырып, разрыхителімізді салып араластырамыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық сұйық май құйып, қамырымызды дайындаймыз. Біздің қамырымыз дайын. Табамыз міндетті түрде құрғақ болу керек, және де қыздырып, содан соң кішкентай мөлшерде қамырымызды құйып пісіретін боламыз. 1 минуттан кейін байқасаңыздар, кішкентай көпіршіктер пайда болады. Бұл аудару керек деген сөз. Міне достар, біздің панкейктер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді. Видеомызды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.